Мен өзім 20 жасымда жағдайы жақсы жерге тұрмысқа шықтым. Ата-енемнен бөлек тұрдық. Күйеуіміз екеуміз бақытты отбасы болдық. Дегенмен де отау құрғанымызға 1 жыл болғаннан кейін күйеуім белгілі бір себептермен сотталып кетті. Содан ата-енем маған тұрмысқа шығуға өз рұқсаттарын берген жоқ. Себебі күйеуім ата-енемнің ойынша бар жоғы 10 жылға ғана сотталды. Маған айтты, оны күтпесен, біз сенің соңынан қалмаймыз, сені тірі қалдырмаймыз деді. Мен күйеуімнің пәтерінде бала шағаммен өмір сүріп жаттым. Менің 2 балам болды, 1 ұлым және 1 қызым, және үшеуміз бір пәтерде тұрып жаттық. Үйге ер адам керек, сөйтіп барлық шаруашылықты істеуге ер адам бәрібір керек болғаннан кейін, мен басқа ер адамды іздемейін деп, өзімнің күйеуімнің ағасын, яғни қайнағамды үйге шақырып ала беретінмін. Видеоны бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Осындай оқиғадан өскелең ұрпақ, осындай адамдардың жасаған қателіктерінен сабақ алсын деген мақсатта айтылып жатқан оқиғалар. Ендеше жалғастырайық. Қайнағамды әртүрлі сылтаулар тауып үйге шақыра беретінмін. Жөндейтін техника бар, продуктыларды әкелуге көмектесіп жіберіңізші, ақшалай көмектесу керек. Ал соған оның әйелі қатты жынданып, маған үнемі қоңырау шалып ескертіп айтатын. Әлде әйелі менен күйеуін қызғана ма? Бірақ қазір жасырмаймын. Екеуміздің арамызда жатқан түндеріміз де болды. Біз әйел адам болғаннан кейін қыз емеспіз, денсаулыққа да зияны тимейтіндей етіп, арасында қайнағаммен болып қоямын. Себебі ол басқа бөтен адам емес, ол күйеуімнің туған ағасы. Мүмкін басқа біреумен болғаныма күйеуім ренжір, бірақ туған ағасымен болғаныма ренжімес. Себебі күйеуі қайтыс болса да, ағасы немесе інісі болса, соларға жаңағы адамның әйелі баяғы кезде әмеңгерлікпен қалып отырған. Басқа бөтен адамға емес, именно жаңағы күйеуінің бауырларына әмеңгерлікпен қалған. Сондықтан да мен ойлаймын, бөтен адам емес, туған күйеуімнің туған бауыры деп өзім арасында өзімді жұбатамын. Ендігі бұл жерде мәселе мен көтеріп қойдым. Қайнағамнан көтеріп қойдым. Енді оны қалай түсіре аламын? Маған әзірге бала көтеруге болмайды. Себебі күйеуім түрмеде болғаннан кейін туысқандар бар, артық сөз артымнан ергенін қаламаймын. Абақтыға барып, көтеріп келіпті ғой, жүріп кетіпті деген сөздерді мүлдем естігім келмейді. Сондықтан да мен баламнан бас тартуға қайнағам екеуміз бел буып, қайнағам маған ақша беріп, баламды алдырып тастаған жайым бар. Енді біздің арамызға ешкім кедергі бола алмайды. Әйелі де, ата-енем де ештеңе білмейді дұрыс. Әйелі былай шет жағасын мүмкін білетін болар, бірақ ата-енем бұл туралы бейхабар. Ата-енем өздері ауылда тұрады, қолдарында кенже ұлдары, кенже келіні бар. Менімен мүлдем шаруалары жоқ, бірақ немерелеріне күн сайын күнара қоңырау шалып жағдайларын біліп тұрады. Қайнағама да қалада сен ғанасың, көмектесіп тұр, ол да сенің келінің, абысының деп абысыныма да айтып тұрады. Бірақ абысынымның мінезі өте тік, ауыр, ұрсысқақ. Ал мен болсам өте момынмын, ұрсыстан гөрі барлық нәрсенің барлығын ұрсыссыз шешіп тастағанды жөн көретін адаммын. Сондықтан да қайнағам екеуміз бел будық, күн сайын емес, енді аптасына 2 рет қана жолығып тұрамыз деп. Балалар сабақта болған кезде, садикте болған кезде қайнағам маған келіп, істейтін тірліктерімді істесіп, көмектесіп кететінді шығарды. Сөйтіп қайнағам менің үйімде болған күні ауылдан айтпай ата-енем келіп қалды. Қайнағам екеуміз не істерімізді білмей, сасқанымыздан қайнағам тығылып қалды. Сөйтіп біраз уақыттан кейін ата-енеме шай бердім, отырдық. Сөйтіп менің балабақшаға баратын уақытым келді. Ата-енемді жіберейін десем, олар садикке баратын жолды білмейді. Мен кетейін десем, қайнағам қазір
шығып қалса ұят болады деп не істерімді білген жоқпын. Бірақ әйтеуір инемді алып балама садикке бірге кеттім. Қызым сол күні кешкі ауысымда оқып жүрген еді. Ол әлі сабақтан келген жоқ. Сөйтіп инемен кеттім. Атама душқа түсіп алыңыз, жуынып алыңыз деп тапсырып кетіп, сол уақытта қайнағама телефонына жазып жібердім. Атам душқа түсіп жатқанда бірден шығып кет деп. Қайнаған болса балконда жертөледе тығылып жатқан болатын. Отырып ішінде кәдімгі ол жер салқын, қазір қыс мезгілі болғаннан кейін. Енді әрине біз ұрлық жасағандай тығылып жасап жатқаннан кейін қай нәрсені де ұялдық. Ата-енеме барлығын айтуға, себебі оның да отбасын, менің де отбасымды құртқым келген жоқ. Себебі бұл жерде менің күйеуім жоқ та, ал мен отбасының ортасына түсіп жатқан жаман адам ретінде көрініп қалғым келген жоқ ата-енеме. Ата-енем мені жақсы көретін, маған қарсы ешқандай жаман ойлары болмайтын, бірақ неге екенін білмеймін, күйеуімді күтуімді кәдімгідей маған бұйрық түрінде бұйырып айтты. Мүмкін әйел ретінде мені енем түсінетін шығар деп ойлап едім, бірақ енем де мені түсінген жоқ. Оның қасына атамнан ешқандай түсіністік жаңағыдай танытудың сұрамаймын, себебі енем әйел болып мені түсініп тұрған жоқ. Және де біз садиктен келдік. Садиктен келгенше қайнағам шығып кеткен екен, есікті құлыптап, қайнағамда бір кілт бардың. Мен жұмыс жасап жүрген жерде бір ер адам, өте жақсы қызметтегі ер адам маған қырындап жүретін. Мен өзім әскери қызметкер болып жұмыс жасаймын. Сол жерде маған күйеуімнің жаңағыдай істі болғанын барлығы білді, бірақ мен жұмыстан шықпайтын болдым ол жерден. Сөйтіп ол жердегі қызметкерлер маған қырындап бастады, күйеуімнің жоқ екендігін білгеннен кейін. Бірақ мен әрине ешкімге ешқандай повод берген жоқпын, себебі оның барлығы естіледі. Менің күйеуім ертең шыққаннан кейін мен оның бетіне қалай қараймын деп барлық нәрсені, барлық ойымды бәрін ой таразысына, ой елегіне салып өзім осындай шешім қабылдадым. Кіммен болса да ол тек қайнағам болады, басқа ешкіммен мен болмаймын деп. Себебі қайнағам да маған бұрыннан ұнайтын. Қайнағам менің күйеуімнен әдемі, сыртқы келбеті жағынан, бойы ұзын, ол да әскери қызметкер, дене бітімі кәдімгі келіскен, білесіздер ғой, әскери қызметкердің денесі қандай болатыны. Ал менің күйеуім болса, жай қарапайым ғана жұмысшы, орта жалақы алатын. Әрине біз күйеуім екеуміз махаббатпен бір-бірімізді жақсы көріп үйлендік. Бірақ отбасылық өмірде ақша жетіспеушілік, проблемалар көбейіп кеткеннен кейін мен күйеуімді жақсы көрмей кеттім де, махаббатым қайнағама ауысып кетті. Бірақ ол туралы мен қайнағама күйеуім бостандықта жүрген кезде ешқашан сезімімді білдірген емеспін. Қайнағам бір күні менің үйіме жаңағы стиральная машинам, кір жуғыш машинамыз бұзылып қалғаннан кейін ол кісіні шақырттым. Сол кезде екеуміздің арамызда бір белгісіз бір жалын оты, махаббатымыз лап ете қалды. Сөйтіп екеуміз бір-бірімізге сол кезде сезімімізді білдірген болатындығымыз. Әрине қазір барлығын ойлап отырсам, барлығы бір қиын көрінеді, немесе ерсі, дұрыс емес көрінуі мүмкін, бірақ мені күйеу жырақта жүрген, немесе күйеу қайтыс болған әйелдер ғана түсінеді. Бір жағынан мен ойымша менікі дұрыс деп те ойлаймын, себебі мен басқа ер адамдармен емес, өзімнің туған күйеуімнің туған бауырымен болып жатқандығым прям қатты уайымдайтындай нәрсе емес деп ойлаймын. Енді қазір қорқып жүрмін, тағы да қайнағамнан көтеріп қоймасам екен деп. Сіздер менің орнымда болсаңыздар, қандай әрекет жасар едіңіздер? Әрине мен күйеуімді кінәламаймын, өзімді ғана кінәлаймын әрине болып жатқан оқиғалардың барлығына, бірақ әр адамның өзінің тағдыры болады. Маған айтар ақыл кеңестеріңіз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер деп кейіпкер оқиғасын аяқтайды. Осымен видеомыз аяқталды. Қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.